Жюль Вернді сүйсіндірген Кенесары. Жюль Верн деген француздың фантаст жазушысы. Кенесары хан жайлы сұмдық қызық роман жазғанын білесіз бе? Ол қай кітабы деп еске түсіре алмай тұрсыз ба? Романның қазақша аудармасы жоқ. Орысша Михаил Строгов немесе Ганец царя деп көрсетілген. Алғашқы жолдары былай басталады. Күллі Сібірді басып алып, Орыс империясын дірдектеткен татар ханы Феофан. Феофан ол кім? Кенесары қайда дейсіз ғой? Әу баста жазушы кітаптың басты кейіпкерін Кенесары деп жазған. Солай баспаға жібергелі тұрғанда Францияның һәм Ресей империясының сыртқы істер министрлері араласып, ортада орыс жазушысы Тургенев өтініп кейіпкердің есім сойы өзгертіледі. Бірақ Кененің образы, ерлігі қаз қалпында жазылды. Кенесарының азаттық үшін айқасы жапан далада өтіп, ешкім ол жайында білген жоқ деп үйретті ғой. Өтірік екен. Кененің көтерілісін бүкіл әлем естіп, разы болғандар роман арнаған, поэма жазған. Жай сырттай ғана сүйсініп қоймаған. Ресей империясының тепкісінен, мемлекеттігінен айырылған поляк, литвалық офицерлер арнайы іздеп кеп Кенесары жасағына қосылғанда екен. Қош, Кенесары не үшін империяға қарсы көтерілді? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын 1830 жылдарға ойша сапарлап көрейікші. Не көресіз? Солтүстіктен Ресей империясы даламызға денде еніп, Қостанай, Ақмола, Кереку, Қызылжар секілді жерімізді тартып алып жатты. Ал оңтүстіктен қоқандықтар шауып, Шымкент, Әулиеата, Ақмешіт, Алматы шаһарларын иемденді. Екі ортада бір сызық боп арқа ғана қалды. Қазақтың өмірлік аумағы сол кезде осыншама тарылып кетіп еді. Енді осы өмір сызығында үзбек болғанда қазақ соңғы рет тұяқ серпіді. Серпілген тұяқтың ұшқыны Кенесары еді. Көтеріліс пе, соғыс па? Кенесары қарақшылар сияқты бірден бұлғақ жасаған жоқ. Сол дәуірдің дипломатиясына сай әуелі Ресей патшасына ресми түрде хат жазды. Абылай атамызбен жасасқан келісімдерің бар еді. Жеріңді алмаймын, салық салмаймын деген. Бүгін сол келісімді бұзып отырсыңдар. Бейбіт ғұмыр сүруді ойласақ, даламыздағы заңсыз бекіністерді бұзыңыз деді. Талап орындалмады. Тиісінше Кенесары Ресей империясына соғыс жариялады. Ақырғы ханымыздың айқасы көтеріліс емес еді. Бұл мемлекетті сақтау үшін болған үлкен соғыс. Неге дейсіз бе? Көтеріліс дегеніміз мемлекет азаматтарының тәртіпсіздікке баруы, бұлғақ жасауы. Ал Кенесары Ресей империясының азаматы болды ма? Жоқ. Ол кезде қазақ елі Ресей мемлекетінің басы бүтін бодан емес еді. Көнсек протектораттыққа, яки әскери одақтас болуға көнген едік. Сосын Кенесарының хан мәртебесі болды. Яки қазақ жұртының мемлекеттігі болды деген сөз бұл. Хандық кеңес жұмыс істеп тұрды. Бұл қазіргі үкімет сияқты ғой. Қазіргінің соты билер алқасы болды. Салық жүйесі болды, тұрақты әскері болды. Қысқасы, мемлекеттік жүйеге қатысының барлығы Кенесарыда болды. Енді осындай толыққанды мемлекетке екінші бір ел баса көктеп кірсе, көтеріліс жасайма, соғыс ашама. Серікзат Дүйсенғазы, ғалым ақын былай дейді: бір мемлекет екінші бір мемлекетке ешқашан көтеріліс ашпайды. Керек десеңіз, Африкада бір замандары ағылшындар Зулус дейтін жұртты жаулап алды ғой. Сол Зулустар өз елін азат ету үшін қарсы шыққан кезде тарих ол оқиғаны ағылшын-Зулус соғысы деп атайды. Зулустардың ағылшынға қарсы көтеріліс деп атамайды. Олай болса, Кенесарының оқиғасын қазақ жерін азат етіп, хандықты қалпына келтіру соғысы деп бағалаған жөн. Көтерілістің ұзақжылдық стратегиялық мақсаты болмайды. Исатай мен Махамбеттің бұлғағын алайық. Жәңгірді жеңген соң, ары қарай нені мұрат тұтты? Оған қарағанда Кенесарының нақты миссиясы болды. Берік Әбдіғали, қасиетті Қазақстан ұйымының жетекшісі, былай дейді: бізде көтерілістер болса, көбінде аймақтық, былайша айтқанда рулық көтерілістер болды.
белгілі бір руды аман алып қалу ғана болды. Исатай сырым көтерілістерінің мәні сол. Ал Кенесарының ерекшелігі ұлттық масштабта болды. Ол мемлекеттікті сақтау үшін шайқастар жүргізді. Кенесары қазақтың тарылып бір сызық боп қалған өмірлік кеңістігін ұлғайта бастады. Ең әуелі арқада қалқиып тұрған орыстың бекіністерін шапты. Оңтүстікте Қоқанның қорғандарын қиратты. Кенесары жасағының ең алғашқы трофейі 1838 жылы қыркүйекте алынған Ақтау бекінісі еді. Негізі қамал шабу оңай шаруа емес. Айналасы ор, ал қабырғалары биік болып келеді. Тіке шапсаң босқа қырыласың. Қазақтар бұл қамалды қалай қиратты? Темірғали Аршыбеков, тарихшы, былай дейді. Бұл бекіністі алу үшін Кенесары әжептәуір дайындалды. Мынау Ақтау тауларының ар жағында Қорған деген жота бар. Сол Қорған қыратының етегіне орыс қамалының макетін соғып, жауынгерлерді сол бекініске шабуыл жасауға басып кіруге жаттықтырған. Яғни бекіністердің макетін соғып, әскерін соған өрмелеп шығуға, қақпасын бұзуға үйреткен. Бұдан түсінеріміз Кенесары көзсіз ерлікке бармаған, әбден дайындалып барып шабатын болған. Яғни әр қазақ жалғызым деп мейлінше шығын бермеуге барын салған. Бір таңғаларлығы аумағы 2 шақырымдай болған бекініс ішінде 800 солдат болған. Ал осы қамалға шабуыл жасаған Кенесары қолында да 800 кісі бар еді. Әлемдік соғыс тарихында болмаған жайт. Бекініп отырған жауды шабу үшін шабуылдаушы әскердің саны қорғанушыдан 3-4 есе көп болуы керек. Себебі шабуылға шыққан армия ашық даламен келеді. Жасырынатын, қалқалайтын дәнеме жоқ. Көп сарбаз содан оққа ұрынады. Константинопольді алар кезде түрік әскері 120 мың болса, қорғанушы византиялықтардың саны 8 мыңға да жетпеген. Османдықтар бұл шаһарды 2 ай ала алмады. Себебі қорғанушылар қамал ішінде. Оларды қалқалайтын қабырға бар. Төбеден тас атып ыстық май төгіп отыра береді. Кенесары хан бекініп отырған әскер саны өзімен пара-пар дұшпанды қалай жеңді? Бұл қорғанды таң алагеуімде шауыпты. Ол кезде таңғы салқыннан шық тұрып оқ-дәрі суланып, намданып бірден от алмайды екен. Яғни зеңбіректер айқас уағында мылқау тұрған. Әупіремдеп жүріп от алғандары добын алысқа ата алмаған. Алайда орыс солдатының қолындағы винтовкалар капсульді болғандықтан таңғы шықтың еш зияны болмаған. Шабуыл кезінде қарша бораған оқтан қорғану үшін Кенесары әскерге Баялдыр, Қараған секілді майысқақ, бірақ берік бұталардан қалқан тоқып соны қалқалап баруды бұйырған. Винтовкалардың оғы осы батысқан шиеленіске тоқылған қалқандарға тіреліп қалады екен. Не керек 3 сағатқа созылған шайқаста қазақтар бар жоғы 10 сарбазды шығын етіп Ақтау бекінісін құлатады. Кенесары сарбаздары дәл осындай тәсілмен кейін Ақмола бекінісін қоршап өртеп жіберді. Арқадағы шеп қамалдарды қирата жүріп Ресейдің шекарасына дейін барған кездері болған. Ресей империясы Кенесары ханның көтерілісін жанши алмай 10 жыл жоғалтады. Тарихшылар айтып отыр, хан кенемен соғысқа көрші ел өзінің ішкі жиынтық өнімінің 19%-ын сарп етіпті. Яғни әскер ұстауға, орыстың деревня станцияларын көшпенділер шабуылынан қорғау үшін шүпірлетіп қамалдар соғу үшін қыруар қаржы жұмсалған. Бұдан бөлек соңғы ханның басына 3000 рубль тікті. Бұл дегенің өте көп ақша. Мысалға, Қарағанды кенішін орыс көпесі 350 рубльға сатып алған. Қазіргі ақшаның құнымен шамамен 300 миллион теңгеге пара-пар. Қазақтың оңтүстігін Қоқан бекінісінен тазартқанымен орыс империясымен тайталасу хан кенеге ауыр тиді. Шегіне Алатаудың баурайына жетті. Осы арада кейбір тарихшылар Кенесары өзі жеңіліп жатып, бөтен ел қырғызға баса көктеп кірді деп қате пайымдайды. Жоқ, қырғыз бөтен ел емес еді. Қасым ханның заманынан бері қазаққа қарағанды. Хақназардың дәуірінде бұл жұрт ұлы жүздің құрамында болған. Абылайдың тұсында да солай еді. Сондықтан да Кенесары ханның қырғыз жеріне баруы бөтен елге,
бөтен жерге бару емес, кәдімгі қазақтың құрамында болған елге бару еді. Сосын қырғыздың билері Кенесары келгенде жолбарыс терісін жапқан сәйгүлікті сыйлап, біз сізге бағынышты боламыз деп Кенесарыға уәдесін айтқан еді. Кенесары қырғыздарға неге барды? Жоғарыда жазған сөзімізге дәлел келтірсек, қырғыздың атақты тарихшысы Белек Солтанайып Қызыл қырғыз тарих атты кітабында тарих бойынша 1510 жылы Қасым хандың кіргізді қаратпаса да Калканыш болғаны көрінеді. 1526 жылы Анын Тайыр деген баласына кіргіздің қарап тұрғанын көрдік деп осыны айтады. Хақназар хан тұсында қазақтың әкімшілік территориялық басқару жүйесі құрылған уақытта қырғыз ұлы жүздің құрамында жүргені осы кітаптан белгілі. Тарихқа қарағанда 16-шы қылымдың аяғында қазақтан Ақназар деген хан шығып, бір мемлекеттің саясы жаңа жерінің ыңғайына қарата кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз деп үш бөлген. Жүз термині араб сөзінде бөлік деген сөз бөліп, жүзі сөз жүз дегенге айланып кеткен. Демек ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деліп кетті. Ал заманда қырғыз ұлы жүзге кірген. Мына жерде қырғызша айтылып кеткен. Қырғыз биі көкемнің Есім ханның қызметінде жүргенін Шоқан Уәлиханов Қоқым бидің Әз Тәуке хан заманында жеті жарғы кеңесінде отырғанын Мұхаммеджан Тынышбаев жазады. Бұдан шығатын қорытынды біреу. Қырғыздар қазақ хандығының құрамында қамқорлығында болған. Оның бір дәйегі Салқам Жәңгірдің қырғызды қорғап қаза табуы қалмақ дерегі тапжылтпайды. Зимою куда усунлу 1652 жыл Тесен хан возвратился в свой кочевье из похода на Буруту. В этом походе 17-летний Калдама лично заколол Янгирхана, повелевавшего бурутами и киргиз-кайсаками. Бурут деп қалмақ қырғызды айтады. Яғни Салқам Жәңгір қырғызды қорғаймын деп шағын қолмен аттанып кеткен болып отыр. Қырғыз қазақ қарамағынан қазақ қайың сауып қырғыз киссар асқан. Ақтабан шұбырынды да шығып кетті. 18-ші ғасырдың ортасына қарай жағдай дұрысталды. Қырғын соғыстардың нәтижесінде Жоңғария барса келмеске кетті. Жаңа көрші Қытаймен шекараны белгіледік. Осы тұста Бадақшаннан бері құлаған қырғыз Ілемен Шу арасына таласып қазаққа маза бермеуге айналды. Көкжал Барақ жанына ерген батырларымен 1767 жылы қырғыз қолынан қаза тауып, олардың бастарынан кәллә мұнара тұрғызылған соң, Абылай 1770 жылы Алатауға аттанды. Қырғыз бықпыр топалаң тиген қойдай ұйлығып қаша беріпті. Қазақ соңынан қуып Қарабалта соққылықтың асуына жеткізбей көбін қырыпты. Абылай Қарабалта соққылықтан асып шаппақшы болғанда, мұны естіген қырғыз биі Садырбала елші жіберіп, біз бір тайпа елді ақ үйліге берейік деп ант берген. Ақ үйлі аманат беру, саған бағынамыз, сенің бір жұртыңа айналамыз деген сөз. Қазақ пен қырғыздың бұл шарты Кенесары заманына дейін өз күшінде келді. Ант бұзылған жағдайда аманатқа берілген адам болса да, рулы ел болса да қырып тастайды. Кенесары орыспен 10 жыл соғысып, соңына ерген елмен қырғыз шекарасына жақындаған уақытта бұл оқиғалар мөрі бар қағаз сияқты еді. Солтанайып та кіргізменен елдешіп тұруға кіші жіберелі. Егерде бұл босу күшменен караталы деп 1846 жылы ерте көктемде Кенесары көшіп келіп Жаңғарач Жантай Тыналы Төрегелдіге елші жіберген дейді. Міне, деректер осылай дейді. Бірақ Кенесарының соңынан Вишневскийдің әскері келді. Мына жағынан қоқандықтар қысты. Генерал Вишневский орден медалдар таратып, қырғыз бен ұлы жүздің билерін өзіне қаратып алды. Қырғыздар ақыр түбінде хан кенеге қарсы болып шықты. Кенесарының 10 жылдық соғысы қазаққа не берді? Мұндай майдандарда шығын мол болады. Бірақ бергені яки зияны материалдық шығынмен өлшенбеуі керек. Ол ешбір ақшаға сатып ала алмайтын күрескерлік рухты мұра етті бізге. Сол заманда саны бізбен қариялас якут бурят жұрты қарсыласпаудың салдарынан жұтылды, тозды.
Осындай зобалаңнан ұлтты құтқарған ханымызды біз ажалдан құтқара алмадық. Берік Әбдіғали, қасиетті Қазақстан ұйымының жетекшісі былай дейді: Кенесарының жеңілуіне біз кінәліміз. Қысылтаяң шақта қазақ тұрып бермеді. Білесіз бе, сол уақытта Кавказда Шәміл ғазауат жариялады. Шешен Дағыстан жұртында да орыстан шен алып шекпен кигендер көп болды. Бірақ Шәміл жасыл туды көтергенде сол шенеуліктер шенін тастап Шәмілдің айналасына жиналды. Ал бізде хан кене соғыс жариялағанда көп қазақ қолдамады. Абылайдың ақ туының жанынан табылмады. Кезінде қолдамай ханымызды жалғыздықта қалдырғанымыз үшін қазақ жұрты өзін әлі күнге кінәлі сезінетін сияқты. Алас тұрып хан кененің басын іздеп жүргеніміздің де себебі осында секілді. Еш болмаса сөйтіп марқұмнан кешірім сұрағысы келетіндей. Кәрі тарих біледі. Бізде талай бай манапты, ақын жазушы да, ғалым мен әнші де өтті. Алайда ұлттық мүддені темірқазық ете алмағандардың бәрі ұлт жадынан ұмытылды. Олардың өмірі де өлімі де зая кетті. Демек, азамат үшін түпкі мақсат туған халқыңның намысын қуу, кетігіне кірпіш болып қалану, басқаның бәрі баянсыз. Автор Нұрбек Бекбау. Мәліметтер e.history сайтынан алынды. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.